Сәлем достар, бүгін осындай ұл балаға арналған қырқынан шығару наборын жасаймыз. Осы видеоға лайк басып, менің каналыма подписка жасап кетіңіздер. Бізге өзімізге керекті құралдар, бізге ожау, горячий клей, ленточкалар, қайшы, бисерлар немесе полубусинкалар және өзіміздің ыдысымыз керек болады. Ыдыс прозрачный болғаны жақсы, пластмассаға қарағанда өте әдемі көрінеді. Осылай оюларымызды біздің ыдысымызға әдемілеп жабыстырып аламыз. Бұны жабыстырғанда горячий клей қолданасыздар, бірақ горячий клейді қолданғанда өте абайлап қолданыңыздар. Жандарыңызда кішкентай балаларыңыз болса, оны алысырақ қоюға тырысыңыздар. Өстіп әдемілеп барлығын келтіріп жабыстырып аламыз. Қалған ашық жерлерін, клей жабыспаған жерлерін бүйтіп ашып, ақырын клеймен жабыстырып шықсаңыздар болады. Бұндай оюларды, ленталарды, полубусинкаларды көп айтады, қайдан аламыз деп. Бұның барлығы бізде фурнитура сататын магазиндерде болады. Сол жерден алсаңыздар болады. Әркім әрқалай жасайды, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Өзіңіз қандай қалайсыз, солай жасасаңыз болады. Өзіңіздің балаңызға, немесе кіндік балаңызға арнап жасасаңыз болады. Немесе заказға да жасауға болады. Өйткені бұндай әдемі түрі магазиндерде өте аз. Ал қолмен жасалған дүние өте әдемі шығады. Және де онда әртүрлі өрнектер, әртүрлі бусинкалар, цветтер және именной қылып та жасауға болады. Әріптер, мына бусинкалар әріптермен болады. Бұндайды да фурнитура сататын жерден алып, сөйтіп әріптермен де именной қылып та жасауға болады. Бүгін мен сіздерге осындай набордың ыдысы мен ожауын әрлеуді көрсетемін. Ал бұнда еще қайшы, шаш қыратын станок, кішкентай қорапшалар, соларды шашпен тырнаған салғанға арналған ыдыстар, қораптар, соларды да безендіру туралы видео менің алдыңғы видеоларымда бар. Сол жерден көрсеңіздер болады. Екі жағында осылай әдемілеп полубусинкалар жабыстырып алдық. Енді біз өзіміздің ожауымызды әрлейміз. Ожауды сіздер ағаш ожау алыңыздар. Пластмасс түрлерде болады, бірақ пластмасс түрлері әдемі болып көрінбейді. Өстіп ожауымызды әдемілеп орап аламыз. Бір шетіне лентаны қойып, жабыстырып, өстіп орай береміз. Аккуратно, өстіп әдемілеп. Бұндай наборды өзіңіз қалаған түсте жасауға болады. Ол балаға жасағанда жасыл немесе көк түс қолданады. Қыз балаға қызыл немесе розовый түсті қолдануға болады. Және де менің алдыңғы видеоларымда путы мен қайшы, яғни тұсаукесерге арналған наборды жасау туралы видеоларда бар. Соны қарап, қызықты болса қарасаңыздар болады. Өстіп бірінші үкімізді лентаның ортасына кіргізіп жібереміз. Оның ұшы көрінбей тұру үшін осылай әдемілеп орап, бір шетін қиып жабыстырып аламыз. Бұндай үкінің орнына өзіңіз үкі қоймаса да болады, бантикті кішкене үлкендеу қылып, ортасына үлкен моншақ немесе басқа элементті қойса болады. Достар, менің басқа видеоларымды қарап кетіңіздер. Мен наборган емес, шаблондар жасау, яғни тойға арналған, тойбастардың шаблондарын жасау, оның сборкасын қалай жасау керек, сол туралы видеолар өте көп, пайдалы видеолар. Бәрінің пайдасына жарайды. Өзіңіз үйде отырып табысты болам десеңіз, осылардың барлығын үйреніп алып, өзіңіз үйде бизнес ашсаңыз болады. Егер шаблонды қайдан алуды білмесеңіз, менің арнайы шаблондар каналым бар, тегін канал. Сол жерден тегін шаблондарды алып, басында солай бассаңыздар да болады. Сондықтан менің YouTube каналыма тіркеліп, Telegram каналға өтіп, сол жерге подписка жасап қолдана берсеңіздер болады. Өстіп мен көріп тұрғаныңыздай бантигімізді осылай ораймыз. Егер видео кішкене жылдам болса, асықпай, медленный скоростьпен қойып, осы бантиктің жасалу жолын асықпай қарап алсаңыздар болады. Бантиктің шеттерін өстіп үшбұрыштап кесіп аламыз, әдемі көріну үшін.
Және бантикті өзіңіз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен үстіне 2 түсті осындай золотистый мен серебристый бантиктарды қоюды жөн көрдім. Сіздер басқа түсті қолдансаңыздар болады, немесе мұндай бантикті салмасаңыздар да болады. Двойной және көк түсті немесе ақ түсті бантик қолданып, осылай үстінен қойып жабыстырсаңыздар болады. Осылай кесіп алдық. Енді осыларды біріктіреміз. Біріктіру үшін кішкентай лентаның бір бөлігін кесіп алып, өстіп горячий клеймен жабыстырып, ортасынан бір бүктеп, өстіп жабыстырамыз. Лентамыз, бантигіміз әдемі болу үшін өстіп кішкене бүріп аламыз. Сондықтан қалған 2 бантигімізді осылай қойып, мынамен орап, кішкентай бөлігімізбен орап, осылай бір шетінен горячий клей жабыстырамыз. Өзіміздің қалауымызша размерін бүйтіп келтіріп, орап, шеттерін бәрін осылай түзулеп, әдемілеп келтіріп аламыз. Осылай келтіріп алғаннан кейін бұны біз ожауымыздың басына жабыстырамыз, төбе жағына. Осындай әдемі бантик шықты, осылай жабыстырамыз. Артық жерлерін осылай қиып салсақ болады. Горячий клейді көп жақпасаңыздар болады. Егер жабыспай жатса, көбірек жағып та қолдануға болады. Горячий клейіңізді бірақ қатты ыстық қылып жібермеңіз, матаңыз тесіп кетуі мүмкін. Осылай енді біз бусинкаларды жабыстырамыз. Бусинкаларды әртүрлі түстерін қолданса болады. Мен ақ түсін қолдандым. Өстіп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша, фантазияңызға орай әр жеріне жабыстырып, әдемілеп шықсаңыз болады. Мен ожаудың астыңғы жағын домалақтап бусинка салдым, және де енді ожаудың ұстайтын жерін өстіп бусинкалармен әрлеуді жөн көрдім. Өте әдемі шықты деп ойлаймын, әдемі жасалып жатыр. Бұл жасау әркімнің қолынан келеді. Главное, ниетіңіз болса, бәрін жасауға болады қолдан. Қалған бусинкаларды өстіп ожаудың түнгі жақтарына кішкене жабыстырып шығамын. Осылай қолдана берсе де болады, немесе жәнегі бантигіміздің үстіне де кішкене бусинкалар жабыстырып шығамыз. Осындай әдемі набор шықты. Назарларыңызға рахмет. Пустой жеріне именной ғып баланың атын жазса да болады. Рахмет сіздерге.